Сөйлеу проблемалары бар балаларды болдырмау, сөйлеу бұзылыстарының алдын алу үшін қолданатын шаралар. Балабақша баланың алтын бесігі. Өзі қатарлас балалармен дос тауып сол ортаға сіңісіп кетуіне тәрбиеші зор еңбек атқарады. Тіл адам баласына ие болатын ең қуатты құралдардың бірі. Алайда кейбір балалар сөйлеу қабілетінің бұзылуынан зардап шегеді. Логопед жұмысының маңыздылығы дыбысты айтуында, фонематикалық қабылдауы мен талдауында, сөйлеуді грамматикалық құрылымында, байланыстырып сөйлеуінде бұзушылығы бар тәрбиеленушілерді анықтау. Сөйлеудің дамуы ересектердің баламен қаншалықты белсенді және эмоционалды түрде сөйлесуіне тікелей байланысты. Бала тілінің кеш шығуының себептері: жүктілік кезінде ана көңіл күйінің дұрыс болмауы, күйзелісте болуы, тұқым қуалаушылық факторлар, дыбыс шығару жүйесінің жұмыс істемеуі, қатты қорқып қалудан болған тұтығу, баламен сөйлеспеу. Сөйлеу туралы түсінігін дамыту. Барлық нәрсені көрсетіңіз және атаңыз, балаңызға заттарды тексеруге үйретіңіз. Сөйлеуде жалпылаушы ұғымдарды қолданыңыз. Өлеңдер, тақпақтар, ертегілер айтып беріңіз. Сөйлеу бұзылыстарының алдын алу жолдары: бала жатырда пайда болған сәтінен бастап сөйлесіп көңіл бөле бастаңыз. Стресс, депрессияға берілмеңіз. Ауыр заттарды көтермеген абзал. Дәрі-дәрмектер, антибиотиктер шамадан тыс қолданбаған жөн. Тыңдау және есту қабілетін дамыту. Бала тыңдап тұрғанда сөйлеңіз, балаңызды басқаша тыңдауға үйретіңіз. Табиғат дыбыстары, музыкалық және сөйлеу дыбыстар, оларды ажыратуға. Балаңыз сізді естіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Артикуляциялық жаттығудың негізгі мақсаты тіл дыбыстарын дұрыс айту. Жеңілден күрделіге қарай жүреміз. Алдымен тіл бұлшықеттеріне, кейін ерінге арналған жаттығуларды жасаймыз. Балаларыңыздың балалық шағы шаттыққа толы болсын, сабырлы болуды үйреніңіз және әдетке айналдырыңыз.